Сәлем достар, бүгін сіздерге қызылша қосылған салаттың жасалу жолын көрсетемін. Бірақ жақындарым қызылшаны ұнатпайды ғой деп ойласаңыз, онда тура осы рецепт бойынша жасап беріңіз. Сонда ғана тауысып жеп қоятынына сенімдімін. Олай болса бастайық. Ол үшін бізге керегі суға піскен қызылша, сәбіз, кепкен өрік, біраз қасық бал, біраз қасық зәйтүн майы. Зәйтүн майын сатып аларда оның жоғары сапалы және тазартылмаған түрін таңдаңыз, себебі осы түрінде барлық витаминдері сақталған. Ең алдымен қызылша мен сәбізіміздің қабығын аршып, тазалап аламыз. Болғаннан кейін көкөністерімізді кубиктап турай бастаймыз. Ең алдымен сәбізді турап аламыз, одан кейін кепкен өрікті тураймыз. Егер үйіңізде курага болмаса, онда мейіз немесе грек жаңғағын қолдансаңыз да болады. Олармен де өте дәмді болып шығады. Ал қызылшаны ең соңында тураған дұрыс, себебі оның түсі қолыңызға жұғып, мазаңызды алуы мүмкін. Барлық қоспаны жақсылап турап болғаннан кейін бір ыдысқа салып біріктіреміз. Бұл салатқа тұз немесе басқа да дәмдеуіштер қоспаймыз. Тек бар болғаны біраз қасық балға, біраз қасық зәйтүн майын қосып, осы қоспамен ғана араластырамыз. Егер сізде балыңыз менікіндей қою болса, онда алдын ала жылы жерге қойып, сұйылтып алған дұрыс. Сол кезде салатымыз жақсы араласады. Осылайша тез әрі дәмді витаминге толы салатымыз дайын болды. Әсемдігі үшін бетіне күнжіт сепсеңіз өте сәнді көрінеді. Салат өте дәмді әрі тәтті болып шықты. Сонымен қатар денсаулыққа пайдалы әрі гемоглобинді көтереді. Сол себепті жақын жандарыңызды қуантып, денсаулығын жақсартуға себепші болыңыз. Рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз, себебі алда пайдалы әрі дәмді тағамдардың рецептін ұсынамын. Сіздермен болған Замира.